Саламатсыздар ма студенттер? Мен Ускенбаева Мәншік, өндірістік оқыту шебері боламын. Бүгінгі мастер-классым балықтан тельная. Балықтан тельная мастер-классымды көрсетпес бұрын сіздерден кішкене балық жайлы және де тельная жайлы ақпарат айта кетсем. Кім қандай балық түрлерін біледі? Сазан балығы және қандай балықтар бар? Дұрыс айтасыздар. Балықтың түрі өте көп. Мен балықтан тельная жасау үшін судак балығы, яғни қызылқанат балығын таңдап алдым. Судак балығы жайлы сіздерге кішкене ақпарат бере кетейін. Судак балығын басқа балықтардан ерекшелігі сүйегі аз және де еті жұмсақ, майлылығы төмен, диеталық тағамдарға және де балалар тағамдарына ұсынуға болады. Судак балығы тұщы суда тіршілік етеді және де оның өмір сүру уақыты 10-15 жыл. Судак балығы бір ерекшелігі ол ластанған суда өмір сүре алмайды. Келесі бізде тельная. Тельная дегенді қалай түсінесіздер? Кім біледі тельная жайлы? Жарайды, мен өзім айтып кетейін. Тельная жасау үшін біз балық етінен жасалған, тартылған немесе ұсақтап туралған фарш етінен жасаймыз. Тельнаяның пішіні айшық тәріздес немесе рулет тәріздес болады. Оның түсі қоңырқай қызыл түсте болады. Және де оның сапасына келетін болсақ, шырынды диеталық тағам ретінде ұсына аламыз. Ал енді сіздермен балықтан тельная жасауды бастайық. Бізге судак балығы, мен судак балығын тазалап, терісін тазалап және де сүйегін тазалап алдым. Бұл дайын филе түріндегі балық. Бізге судак балығын дайындау үшін міне судак балығының филесі және де ақ бидай наны, оны жібіту үшін бізге сүт қажет керек болады және де дәміне қарай тұз, бұрыш қажет болады. Ал енді сіздермен судак балығының филесін турауды көрсетейін. Біз судак балығын ұсақ, текше түрінде турап аламыз. Міне судак балығының филесін турап алдық. Бұны майдалап турасақ та болады және де ет тартқыштан өткізсек те болады. Мен ет тартқыштан өткізбедім, себебі филенің өзінің сөлі өзінде қалсын деп ұсақтап турауды жөн көрдім. Міне бұны ыдысқа саламыз. Және бізге бидайдың ақ нанын сүтке жібітіп аламыз. Нанымызды мұжғылаймыз сүтке. Сүтке мұжғыланған нанымыздың толығымен шырыннан бөліп аламыз. Дайындап алдық. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз.
Міне бізде фаршымыз дайын. Келесі филенің ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге міне балғын түрде саңырау құлақ, және де пияз, және піскен бір дана жұмыртқа қажет болады. Енді сіздерге пиязды қалай турау керек екенін көрсетемін. Сабанша етіп турап аламыз бірінші. Сабанша туралған пиязымызды текшелеп тураймыз. Осылай тураймыз. Келесі бізде балғын саңырау құлақ. Саңырау құлақты да дәл солай. Бірінші текшелеп турап аламыз. Келесі бізде піскен жұмыртқа. Сабанша етіп тураймыз. Сабанша туралған пішінді текше түріне тураймыз. Түсінікті ғой? Бізде туралған пиязымызды сары майға қуырып аламыз. Ал саңырау құлағымызды майсыз тек таза табаға қуырып аламыз. Себебі саңырау құлақтың сөлін алып тастауымыз керек. Дайын болған салмамыз міне осылай шығады. Және бұған дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Бізде салмамыз дайын. Келесі кезекте дайын болған фаршымызға салмасын салып тельная жасайтын боламыз. Ол үшін бізге марльмен немесе осылай пленкамен жасасаңыздар болады. Дайын болған салмамызды
балық филесінен жасалған фаршымызға саламыз. Салардан алдын міндетті түрде кішкене салқын суға қолымызды малып алып, фаршты ұрғылаймыз. Жақсылап ұрғылап аламыз, себебі бізде цельная жасау үшін бір келкі фарш болу керек. Дайын болған массамызды жаямыз. Ішіне дайындалған салмамызды саламыз. Біз бұлай айша тәріздес пішінге келтіреміз. Айшық тәріздес цельнаямыз дайын. Енді біз бұны 5-10 минутқа мұздатқышқа саламыз. Ақ түйнек езбесін дайындау үшін бізге ақ түйнек қажет, және де сары май қажет, және аздаған сүт қажет болады. Мен жаңағы уақытты алмас үшін сіздерге пюрені дайындап қойдым. Қазір қалай дайындалу керек екенін көрсетемін. Мұнда міне бізде пюре картошкамыз пісіп тұр, ақ түйнегіміз пісіп тұр. Қалай езу керек көрсететін боламын. Сары май қосамыз және аздап жылы сүт қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Жақсылап езіп аламыз.
ешқандай ішінде түйнек болмау керек. Бір келкі масса етіп, жақсылап араластырып, езіп аламыз. Бізде пюреміз дайын. Келесі бізде тельная балығымызға ұсынатын қызыл тұздықты көрсетемін. Қызыл тұздықты уақыт көп алмас үшін оны да дайындап қойдым, бірақ сіздерге қалай әзірленуін көрсетемін. Тельная балықтың жанына қызыл тұздықты ұсынамыз. Қызыл тұздықты жасау үшін бізге томатный пастасы қажет, және де пияз қажет, және де сәбіз қажет болады. Сәбізді дәл осылай жіңішкелеп тураймыз. Текше түрінде турап аламыз. Пиязды майдалап турап, оны да текше түрінде турап аламыз. Міне, текше түрінде турап алдық. Бірінші тұздығымызды жасамас бұрын қызып тұрған табаға сары майды салып, пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Және де бізге тұздық жасау үшін балық басынан сорпа қажет болады. Қуырылған сәбізіміз бен пиязымызға осы балық басынан жасалған сорпаны құйып, сәбізіміз кішкене жұмсарғанша, сәбізіміз жұмсақ болып піскенше, бізде мұнда қуырылған ұнымызға балық басынан жасалған сорпамызды құйып, бір келкі масса шығарып араластырамыз. Бізде дайын болған жаңағы жұмсарған сәбізімізге осы дайын болған массамызды араластырып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Және де ол дайын болған массамызды бір келкі масса шығу үшін сүзгіден өткізіп дайындап аламыз. Міне, бізде қызыл тұздық осылай шығады. Дайын болған тельнаямызды бірінші жұмыртқаға аунатып алып, кептірілген нанның ақ ұнтағына аунатып, қызып тұрған майға екі беті қызарғанша қуырып аламыз.
біз міне ақ түйнек езбесін бір келкі формаға келтіріп, сәндеу үшін осындай қалыппен жасап көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай бетін безендірсек болады. Келесі, міне балықтан телнаямызды саламыз. Және бізде қызыл тұздық. Міне бізде балықтан телнаямыз дайын. Бізде балықтан телная тағамы негізінде орыс тағамы. Бұны бірақ көп аспаздар балықтан телная жасау үшін судак қызылқанат балығын пайдаланады. Және де бұл тағамның жасалуы басқа тағамдарға қарағанда кішкене қиындау, бірақ әзірленуі диеталық тағам. Балаларға да және де қарттарға да ұсына беруімізге болады. Сабағыма қатысып көргендеріңізге рахмет.